Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар және қонақтар. Қазақстан Республикасының 30 жылдық тәуелсіздігіне арналған тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры атты мерекелі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың мақсаты тәуелсіздік жетістіктеріндегі елбасының рөлін бағалау және тәуелсіздіктің 30 жылындағы жетістіктер арқылы отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу. Бағалау критерийлері: тың аргументтердің қолданылуы, елбасы қызметінің маңызының ашылуы және Қазақстан дамуындағы сендердің өз үлестеріңді айқындау болып табылады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздіктің 30 жылдығында өте көп жетістіктерге жетті. Соның ішінде атап айтатын болсақ, ұлттық валютамыз теңгенің шығуы, Біріккен ұлттар ұйымына мүшелік, қазақ ғарышкерлерінің ғарышқа ұшуы, ядролық қарудың тоқтатылуы және Семей полигонының жабылуы, рәміздеріміздің қабылдану сияқты өте үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Олай болса, Қазақстанның 30 жылдықтарының жетістіктеріне арналған Кахут сайыс ойыны түріндегі ойынымызға көшейік. Құрметті оқушылар, сендерден басқа сабаққа қатысып отырған оқушылар да Кахут ойынына қатыса алады. Қазір Кахут ойынының сілтемесі жіберіледі. Ойын жеңімпазына мектебіміз берген арнаулы сыйлығымыз бар. Берілген сілтеме бойынша Кахут ойынына кіре қойыңыздар. Онлайн қатысып отырған оқушыларға да рұқсат. Сілтеме тақтада көрсетілген. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған сайыс. Білім және жылдамдық керек. Басқа мектеп оқушыларда қатысып отыр деген ойдамыз. Тіркеу аяқталды. Ойынымызды бастайық. Кім бірінші? Сонымен дайын болайық. Бірінші сұрақ. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін ресми бекіткен құжат ата. Жылдамдық және білім. Келесі сұрақ. Еліміздің жаңа конституциясы қашан қабылданды? Жақсы. Бірінші онда бар жақсы келе жатыр екен. Үшінші сұрақ. Еліміз ең алғаш кірген әлемдік маңызы бар халықаралық ұйым. Білім сайысы. Келесі сұрақ. Лиссабон хаттамасында қандай мәселе көтерілді? Келесі сұрағымыз. 1997 жылы шілдеде қабылдаған елбасының стратегиялық шешімі. Тамаша, бірінші орында Әйгерім келе жатыр. Және алтыншы сұрақ. Астана Экспо 2017 шарасының атауы. Тұңғыш президент ұсынған ұлттың зияткерлік әлеуетін арттырудың бір шарасы.
Және соңғы сұрақ. Әлемдік дінаралық келісімді сақтауға негізделген қазақстандық бірегей шара. Кім жеңімпаз болар екен? Білім және жылдамдық. Көрейік. Басқа мектептен де оқушылар қатысты. Үшінші орында бар жақсы. Екінші орын Альбина және бірінші орында Әйгерім. Әйгерімді ортаға шақырамыз. Мектебіміздің арнаулы сыйлығы. Талабың таудай болсын, Әйгерім. Назарбаев зияткерлік мектептері туралы кітапты сыйлыққа тартамыз. Өркенің өсін. Құрметті оқушылар, қазір назарларыңа елбасының бастамалары туралы бейнеролик ұсынады. Сендерге тапсырма. Құрметті оқушылар, осы бейнеролик бойынша елбасының ғаламдық бастамаларына баға беріп, ой пікірлеріңді айтып, рефлексия жасау. Мұқият болыңдар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тек қазақ елінің емес, бүкіл дүние жүзі қауіпсіздік мәселесіне сіңірген еңбегі зор. Ұлт көшбасшысының тарихта тұңғыш болып атом сынақ полигонын жабуы соған дәлел. 40 жыл бойы қазақ даласының қасіретке ораған Семей полигоны жабылғалы бері Қазақстан тек ядролық қарусыз әлем құру жолында бейбіт сүйгіш ел ретінде жаһанға әйгілі болды. Семей сынақ полигонда 40 жылдың ішінде 500-ден астам сынақ жүргізілді. Тәуелсіз қазақ елінің іргесі енді қаланып жатқан елең алаң шақта Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылы 29 тамыздағы жарлығымен Семей ядролық сынақ полигонын жабуы теңдессіз ерлікке пара-пар болды. Сол батыл шешім атомның үнін қазақ даласында мәңгі өшірді. Біріккен ұлттар ұйымы елбасы ұсынысымен 29 тамызды ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні деп белгіледі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде баяндама жасап, еуразиялық интеграция идеясын ұсынғанына тура 20 жыл. Мемлекет басшысы сонау 94 жылдың өзінде ТМД мемлекеттерінің даму болашағын айқындайтын нақты жоспар ұсынған. Бұл жоспардың өзегі аймақтағы елдердің берік экономикалық байланысымен бірлесе дамуынан тұрады. Ресейлік саясаттанушылардың пікірінше, қазақ президенті көтерген бастаманың дұрыстығын тарихтың өзі дәлелдеп отыр. 1994 жыл енді ғана тәуелсіздік алған посткеңестік елдер үшін аласапыран кез. Дәл осы тұста стратег саясаткер Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия кеңістігі үшін аса маңызды мәлімдеме жасап, ТМД елдерінің алдағы уақытта қай бағытта дамитынын көрсетіп берді. Бұл күндері аймақтағы мемлекеттер Қазақстан президенті ұсынған жобаның дұрыстығын мойындап интеграцияға бет бұрды. Қазақстан, Ресей және Беларусь арасында құрылған кедендік одақпен бірыңғай экономикалық кеңістік соның айқын дәлелі. Қытайдың Шанхай қаласында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 4-ші саммиті өтіп жатыр. Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықтың тірегіне айналған алқалы басқосуға ұйымға мүше 10-нан астам мемлекеттің президенттері, үкімет басшылары және түрлі халықаралық ұйым жетекшілері жиналды. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі бұдан 22 жыл бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен дүниеге келді. 1993 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан форум мәртебесін алды. Бұл саммит ұйым тарихында ерекше мәнге ие болып отыр. Ол 26 мүше мемлекетпен 7 бақылаушы елді, 4 халықаралық ұйым мен форум қонақтарының басын біріктіре білді. Бүгін Катар мен Бангладеш ұйымның толыққанды мүшесі атанды. Олардың қатарға қосылуы форумның жағрафиялық кеңейе түскендігін көрсетеді. Алда құрлығымыздың өзге де елдері қосыла жатар. 2003 жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан елордасында дінаралық форум өткізу туралы естіген құлақты елең еткізетіндей теңдессіз бастама көтерді. Астана содан бастап діни көшбасшылардың кездесу орнына қажетті диалогтық алаңға айналды. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі 21 ғасырдың басындағы бүтін бір дәуірді бейнелейтін оқиғаға айналды. Оны өткізу идеясы әлемдік деңгейдегі беделді саясаткерлердің көпшілігінен қолдау тапты. Форумның жұмысына ислам, христиан, иудаизм, буддизм, индуизм және басқа да әлемдік діни конфессиялардың атынан 17 делегация қатысты. Елбасының пікірі бойынша, дінбасылардың арасындағы өзара сенім мен түсіністікке құрылған диалог осы салада халықаралық ынтымақтастық орнатуға кең жол ашуы тиіс. Зорлық-зомбылықты, экстремизм мен терроризмді тек солай жеңуге болады.
Форум нәтижесі бойынша декларация қабылданды. Ол жерде кез келген діни уағыздың мақсаты толеранттылық пен әділеттілік құндылықтарын насихаттау болуы тиіс екені айтылды. Сарапшылар бұл съезге бірегей және есте қаларлықтай оқиға деп баға берді. 1945 жылдың маусымында Біріккен ұлттар ұйымы құрылып еді. Білес, бұл талайлардың тағдырын талқандаған екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған тұс. Осылайша сын сағатта іргесі қаланған ұйым талай сыннан өтті. Елдерді ортақ мүддеге біріктірді. Әріде іргелі ұйымға Қазақстанда мүше атанды, ұйымнан ойып тұрып орын алған біздің елдің тәуелсіздік жылдарында қандай қызмет атқарғанын мемлекет басшысы атап өтті. Over the last 3 decades, Kazakhstan has participated. Соңғы 30 жылда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының ең негізгі деген органдарының жұмысына белсене араласты. Оның ішінде қауіпсіздік кеңесінде де қызмет етті. Еліміз басымдық берілген басты мәселелерден сырт қалмады. Атап айтқанда, халықаралық дау-дамайды шешу, ядролық қаруды таратпау, терроризммен күрес, конфессияаралық және ұлтаралық бітімгерлікті сақтау, мұхитқа шығар жолы жоқ дамушы елдердің мүддесін қорғау бойынша бірқатар ілкімді істер атқарылды. Келесі 10 жылдық 2030 жылға дейінгі тұрақты даму бағдарламасының күн тәртібін іске асыруда шешуші мәнге ие болады. Әрі сол кезең дағдарысты еңсеретін уақыт. Бұл ауқымды мақсатқа жету күш біріктіру мен жауапкершілікті талап етеді. Біз бас хатшы Антонио Гутерриштің ұйымдағы жетекшілігіне, әрі оның жұмыс тиімділігін арттыруға, ашықтықты қамтамасыз етуге бағытталған қызметіне қолдау білдіреміз. Бейнеролик бойынша өз пікірлеріңді, бағалауларыңды, өз рефлексияларын кім бергісі кеп отыр балар? Кәнекей кім дайын? Өте жақсы, көріп отырмын. Айымнан сұрайық. Осы видеода ең бірінші болып ядролық қару жою бастамасы жайлы сөз қозғалған. Осы туралы айта кетсем, Семей атом сынақ полигонында 1949 жылдан бастап 500-ге жуық жарылыстар орын алғаны бәрімізге мәлім. Осы ядролық апатқа қарсы Невада-Семей қозғалысы Олжас Сүлейменовтің инициативасымен құрылған болатын. Бұл Семей полигонының жабылуына түрткі болды, ал ең басты рөл 1991 жылы 29 тамызда елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы шығарған жарлығына тиесілі. Өте жақсы, рахмет айым. Тағы қандай балар бастамадан әсер алдыңдар? Тағы кім айтқысы келіп отыр? Бекжаннан сұрайықшы. 1994 жылы елбасымыз Мәскеу қаласында өзінің евразиялық интеграциясы идеясын жариялап, 2015 жылы сол келісімге қолын қойды. Және сол интеграцияның елімізге деген пайдасы өте зор. Біріншіден ол еліміздегі логистика мен транзиттік жолдардың дамуымен және мемлекеттер арасындағы сауда-саттық қарым-қатынасын нығайтады. Өте жақсы бағалау. Тағы да қандай балар бастама көріп отырсыңдар? Әділет жауап бере қойшы. Бізге белгілі, осы уақытқа дейін 5 әлемдік съездер өтті. Олардың негізгі мақсаты мемлекеттерде болып жатқан халықаралық терроризмді, діни фундаментализмді біздің халқымызда болдырмау және бейбітшілігімізді сақтау үшін бірегей балама болды деп санаймын. Мен ойымша, осы съездердің арқасында Қазақстанның, оның ішінде Нұрсұлтан қаласының бір әлемдік рухани үнға тұсалуына бір үлкен себеп болды деп санаймын. Өте жақсы, рахмет. Оқушылар, сабағымыздың пленар кезеңіне өтеміз. Топтық тапсырма. Алдарындағы тақтайшада жазылғандай, біздің оқушылар 4 топқа бөлінген. Экономика, демография, экология және ғарыш және жолдау топтары. Берілетін тапсырма. Алдарында балар бағалау критерийлері бар. Берілген сала бойынша Қазақстанның қазіргі жағдайы және 30 жылдан кейін Қазақстанның болашағын осы салада қалай көресің? Және өзінің қосатын үлесің. Сендердің балар Teams қосымшаларыңа қазір Padlet сілтемесі жіберілді. Сол Padlet сілтемесінде жұмыстарыңды жалғастыруға болады. Және жолдау тобы ерекше тапсырма. Сендер бүгінгі топтарды бағалайсыңдар және ағымдағы Қазақстанның осы салалар бойынша президент жолдауынан сыр шертетін боласыңдар. Өте жақсы, көріп отырмын. Топта талқылау, топтық жұмыс. Өте жақсы. Топта талқылауға 2 минут уақыт беріледі. Қазіргі әлемдегі Қазақстан пәнінен 11-12 кластағы білімдеріңді пайдаланамыз.
экология тобын көріп отырмын. Карина Каспий теңізінің мәселесін көтеріп отыр, өте жақсы. Экология тобында экологиялық бірге Қазақстан акциясы, тамаша. Экономика тобында Шыңғыстың әлеуметтік экономикалық саясаттағы басымдықтары, жақсы аргумент. Демография тобында халық санының нақты саны берілген, биыл халық санағы, балалар, естеріңе сала кетейін. Ғарыш тобында Аружан ғарыш экономикалық форумдары туралы жазып отыр, жақсы. Көріп отырмын. Сабина Жасыл ел бағдарламасын тілге тиек етті. Экономика тобында Бекжан Асқар Маминнің төрағалығымен өткен отырысын тілге тиек етіп жатыр, жақсы. Топ мүшелерінің барлығының ойлары ескерілсін. Айым. Ош қазақ ғарышкерлері. Демография тобында қазіргі Түркия әлеуетіне жету арманы өте жақсы. Түрксой халықаралық ұйымы, балалар. Уақыт аяқталды. Олай болса, топтық жұмысты көрсету экономика тобының спикеріне сөз беріледі. Құрметті оқушылар, сіздердің назарларыңызға бізге берілген Қазақстан Республикасының экономика саласының қазіргі және алдағы 30 жылдағы жағдай туралы топтың пайыммен бөлісеміз. Біріншіден, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен үкімет отырысында Қазақстан 2021-25 жылдар аралығында әлеуметтік экономикалық даму жоспары болжамы жасалған болатын. Және де осы отырыста Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрі Руслан Далелов баяндама жасады, және оның баяндамасы бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктер Қазақстан экономикалық дамуын оң бағалады. Оның атап айтқанда Moody's және Fitch рейтинг сияқты халықаралық агенттіктер Қазақстан рейтинг инвестициялық сенімді деп растады. Және де қазіргі таңда осы жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2,8% өсімді құраған болса, алдағы 30 жылда ол 10 есе жоғары көрсеткішті көрсетеді. Және де елбасының бастамасымен Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша әлеуметтік экономикалық саясаттың басты басымдықтары анықталған болады. Ол инвестициялық және бизнес ахуалын жақсарту, ынталандырушы макроэкономикалық саясат және қаржы нарығында даму болып табылады. Және осыған сүйене отырып, алдағы 30 жылда Қазақстан ғылымға негізделген экономика және өзіндік дербес экономикалық даму моделі бар импортқа тәуелсіз модельге көшеді деп сенемін. Және де жеке үлесім осы саланың дамуына Қазақстандағы жеке дербес отандық автокөлік түрін ойлап табуға барынша тырысамын. Тамаша, рахмет Ерасыл. Келесі кезекте демография тобынан. Құрметті оқушылар, демографиялық саясат әр мемлекет ішінде өте маңызды, себебі әр мемлекеттің басты байлығы ол адам. Ал осы тұрғыдан қарастырғанда Қазақстан қаншалықты бай? Қазақстан Республикасының статистикалық комитетінің 2021 жылдың 1 шілдедегі мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан халқы 18.984.800 адамды құрап отыр. Қазіргі таңда біз әлем елдері арасында 64-ші орынды иелендік. Дегенмен демография деңгейіне әсер ететін факторлар көп. Мысалы, COVID-19 пандемиясының деректеріне сай, Қазақстандағы жұқтырғандар саны 8 мыңға жуық, ал жазылғандар саны 700 мыңнан астам. Сонымен қатар 2021 жылдың қаңтар-сәуір айларындағы 2018 мен салыстырғанда келушілер саны 25%-ға азайып, ал кетушілер саны 21%-ға артты. Осы мәселелерді шешу мақсатында елбасы қолдауымен бастамалған денсаулық, саламатты Қазақстан 2050 сияқты мемлекеттік бағдарламалар жұмыс атқаруда, және осы мемлекеттік бағдарламалар нәтижелі орындалатын болса, болашақ 30 жылда Түркия санатына қосыламыз деген ойдамын. Ал өзім
медицина саласында болашақта адал қызмет атқарып, демографияның өсуіне өз үлесімді қосуымды мақсат етемін. Арманың орындалсын. Рахмет, бар жақсы. Келесі ғарыш тобына сөз береміз. Құрметті оқушылар, біздің топқа берілген тақырып бұл ғарыш игеру болып табылады, және жалпы алғанда ғарыш игеру бұл жаңа ғасырдағы ғылыми технологиялық прогрестің негізгі бағыттарының бірі, яғни мемлекеттің саясатының, экономикасының және қорғаныс күшінің айнасы болып табылады. Соған сүйене отыра Қазақстан Республикасы тәуелсіздіктің алғаш күндерінен бастап космонавтика саласында белсенді түрде жұмыс атқаруға көшті. Яғни оның ішіндегі бір қатар маңызды жетістіктерді атап өтетін болсақ, бұл әрбір қазақ азаматына әйгілі есімдер Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов сияқты тұңғыш қазақ ғарышкерлерінің ғарышқа аттануы. Сонымен қатар Нұрсұлтан қаласында әлем зияткерлері мен ғарыш белсенділерін ғарыш, экология немесе космонавтика немесе Байқоңыр космонавтикадағы әлем бесігі сынды форум және планерлық сессиялар басын қосты. Яғни айтылған заттарды қорытындылай келе, болашаққа көз жүгіртетін болсақ, біздің топтың ойынша, болашақта Қазақстан Республикасы НАСА сынды халықаралық компаниялармен бірге жұмыс жасап, тәжірибе алмасу арқылы Хаббл Space Telescope сынды жаңа заттардың құрылысын жасап, оларды ғарышқа жібере алады, немесе экологиялық отын ойлап табады. Және қазіргі таңда Байқоңыр космодромында басталып кеткен Протон-М, Зенит-М комплекстарының жұмысы аяқталуы мүмкін деп санаймыз. Ал осы саланың одан да биікке көтерілу үшін менің жекелей қосатын үлесім бұл бизнес саласында жаңа мамандарды және жобаларды қаржыландыру болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Тамаша аргументтер. Рахмет, Аружан. Және экология тобы. Құрметті оқушылар, қазіргі күнгі өкінішке орай экологиямыз қанағаттанарлықсыз жағдайда. Бұған себеп атмосфераның өндіріс орындарынан шығатын қалдық заттар мен улы газдардың бөлінуі және де автомобиль сандарының көп болуы. Сонымен қоса Арал Каспий теңіздерінің мәселелерінде назар аудару аса маңызды. Біздің топтың болжауынша алдағы 30 жылда еліміз Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған жасыл энергетика көздерін қолданысқа енгізе алатындығына толықтай сенімдіміз. Сонымен қатар, екіншіден, 2020 жылы қабылданған жаңа экологиялық кодексқа сәйкес жол карталары әзірленіп, елді мекендерде 15 миллион және орман алқаптарында 2 миллиард түп ағаш отырғызылатын болады. Бұның барлығы 2025 жылға дейін жүзеге асады. Ең соңғы айтып кететіні, бірге таза Қазақстан экологиялық акциясы да біздің президентіміздің қолдауына ие болып отыр. Осы аталған жұмыстардың барлығы экологиямызды жақсартудағы алғашқы қадамдар ғана. Алайда, ары қарай 30 жылдан кейін біз Қазақстан дамыған еліміздің дамыған 30 елдің қатарына кіре алатынымызға нақты сенімдіміз. Ал біздің мектеп оқушыларының үлесін туралы айтып өтетін болсам, химия биология бағыты болғандықтан биологиялық таза тыңайтқыштарды өндіру жобаларын жүзеге асыру экологиямызды жақсартуына оң әсер беретін бұл сөзсіз. Назарларыңызға рахмет. Өте жақсы. Рахмет, Әйгерім. Балалар, берілген салалар бойынша ағымдағы президент жолдауына назар аударатын жолдау тобына сөз берейік. Құрметті оқушылар, біз сіздердің 30 жылдан кейінгі Қазақстанға жасаған болжамдарыңызды естідік. Дегенмен де біздің келешегіміз бүгінімізбен тығыз байланысты екенін ұмытпағанымыз жөн. Сондықтан мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіндегі Қазақстан халқына жолдауына тоқталып өтейік. Ең алдымен экономика саласында стратегиялық жобалар үшін заттай грантты қаржыландыру жеңілдігін және де экспорттық қолдау тәсілдерін топтап ұсыну қарастырылуы керек. Ал экология саласында алдағы 5 жыл ішінде орман алқабында 2 миллиард, елді мекендерде 15 миллион ағаш отырғызу көзделуде. Сонымен қатар жыл сайын бірге таза Қазақстан акциясы жүйелі түрде ұйымдастырылады. Және демография саласына тоқталып кететін болсам, отбасылық демографиялық ахуал қазіргі таңда зор алаңдаушылық тудырып отырған күрделі мәселелердің бірі. Біздің мемлекетімізде өкінішке қарай әрбір 6-шы отбасы бала сүйе алмай отыр. Сондықтан 2021 жылдан бастап үкіметке аңсаған сәби арнаулы бағдарламасын қолға алу тапсырылды.
Және де ғарыш саласында Қазақстанның мәліметтерді өңдеу және де сақтау жөніндегі халықаралық хабқа айналу үшін жағдай жасайтын заңдар қабылданды. Былтырдың өзінде цифрлы майнингке 80 миллиард теңге инвестиция тартылса, алдағы 5 жыл ішінде бұл көрсеткіш 500 миллиард теңгеге дейін артады деп сенеміз. Біз Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, болашақ түлектері жолдауда аталған барлық шаралардың дұрыстығын түсінеміз және де жоспарлы түрде орындалатынына сенеміз. Рахмет, Наргиз. Оқушылар, топтардың бағалауын жолдау тобы жүзеге асырған және Jamboard тақтасында қазір бағалауды көрсететін жолдау тобына сөз береміз. Ақбота. Топтар бағалауы қалай болды екен? Әр топтың Teams қосымшасына бағалау парақтарын сілтемесі жіберілді және сіздер осы сілтеме арқылы бағалаумен таныс бола аласыздар. Бұл жерде бағалау критерийлері түзілген. Әр топ бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмаларды дұрыс орындаған. Енді бағалау критерийлеріне үңіліп қарайтын болсақ, әр топ аргументтерді тиімді қолданған. Сонымен қатар елбасы бастамаларына баға берген, берілген сала бойынша болашаққа болжам жасап қана қоймай, әр топ өз үлесін дұрыстап тұрып айқындаған. Мысалы, атап өтетін болсақ, экономика тобындағы Ерасыл министр Дәленовтің аргументтерін тиімді қолданған. Ал экология тобындағы елбасының жасыл ел бағдарламасына оң баға берілген. Сонымен қатар, демография тобындағы Баржақсының болашаққа болжамы Түркия мысалында алынса, ғарыш тобындағы Аружан ғарыш саласының болашақтағы дамуына қосар үлесін қызықты және аргументті баяндаған. Демек, оқу мақсаттарына барлық топ мүшелері жеттік те есептейміз. Өте жақсы. Құрметті оқушылар, бұл бағалауға менің ұсынарым елбасымыздың бастамаларына және елбасымыздың ғаламдық бастамаларына әлем елдері президенттерінің айтқан ойларын, интерпретацияларын зерттеулеріңе болады. ақш-тың, Ресейдің, Қытай Халық Демократиялық Республикасының, Латын Америкасы елдерінің соғын қосуларыңа болады. Менің ұсынысым. Рахмет. Құрметті оқушылар, еліміздегі саяси, әлеуметтік, экономикалық реформалар рухани базасыз болмайды. Сондықтан 2017 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын дүниеге әкелді. Олай болса, әр топта рухани жаңғыру символикасының пазлдарының бөліктері берілген. Қазір осы символиканы құруға рұқсат. Рухани жаңғыру еліміздің ұлттық кодын сақтауға негізделеді. Еліміздегі титулды ұлт, қазақ халқының кодын сақтау және жаһанданудың тегеуріндеріне қарсы тұру жаһандық азаматқа айналуды білдіреді. Рухани жаңғыру еліміздегі барлық реформалардың деңгейі. Жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тереңнен таралған рухани коды болады. Сол рухани кодты сақтай білу әр жаңа тұрпатты дамудың ең басты шарттардың бірі болып табылады. Біз Назарбаев зияткерлік мектебінің болашақ түлектері мәңгілік ел мұратына қызмет етуге әрқашанда дайынбыз. Рахмет, балалар. Келесі кезекте сөз тәуелсіздіктің құрдасы Назерке Тоқтаубайқызына беріледі. Сәлеметсіздер мен құрметті оқушылар, ұстаздар, қонақтар. Мен Жұмагазинова Назерке Тоқтаубайқызы, Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімімін. Мен тәуелсіз Қазақстан тұрғыны ретінде өзімнің өмірім туралы айтып берсем қысқаша. Мен 1991 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылы дүниеге келдім. Яғни тәуелсіздіктің құрдасымын. Мен балалық шағымнан ұстаздар отбасында өскендіктен ұстаздық маған бір өнеге ретінде көрінді. Менің әпкелерім қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарында, орта білім беретін мекемелерде қызмет атқаруда. Осы әпкелерімнің салып берген дара жолымен мен де мектеп бітірген соң ұстаздық мамандығын таңдап жоғары оқу орнында оқыдым. Жоғарғы оқу орнын үздік тамамдап, осы Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде қызметімді жалғастырудамын. Өз таңдауыма бір сәтте өкінген емеспін. Тәуелсіздік маған ұстаздықпен ғана шектелмей, өз-өзімді дамытуға да мүмкіндік ұсынуда. Осы ретте мен ағылшын тілін, түрік тілін меңгеріп, жоғарғы сыныпта физика пәнін ағылшын тілінде оқытудамын.
шет елдерді аралап іс тәжірибе алмасудамын. Өз мамандығым бойынша магистратура саласында білімімді жалғастырудамын. Мен өзімнің артымнан ерген екі сіңілім де менің жолымды қуып, ұстаздық мамандығын таңдап оқу оқып, қызмет атқаруда. Тәуелсіз Қазақстан осындай мүмкіндікті ұсынып отырғаны үшін мен өте үлкен алғысымды білдіремін. Зайырлы мемлекеттің өскелең ұрпағын тәрбиелеп жатқаныма, өз үлесімді қосқаныма өте қуаныштымын. Мен тәуелсіз Қазақстаныммен мақтанамын. Рахмет. Келесі сөз сабағымыздың қонағы Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының жастар ресурстық орталығының директоры, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменттің жанынан құрылған ақпараттық ағарту штабының төрайымы, Өскемен қалалық мәслихатының депутаты Есімбекова Арайлым Керімбек қызына беріледі. Рахмет, қайырлы күн, құрметті тәуелсіз еліміздің келешегі, болашағы, ұрпағымыз, бүгінгі тамаша мынандай керемет сабақтың куәгерлері болған қатысушылары, оқушылар және де бізді бүгін тікелей эфир арқылы көріп отырған оқушылар. Барлықтарыңызды тоғырлы еліміздің 30 жылдық тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Шын мәнінде де және менің алдымдағы сөз сөйлеуші өздеріңіздің ұстаздарыңыз айтып өткендей, егеменді еліміздің аяғымыздан тік тұрып мемлекет болуда, бүгін өздеріңіз тілге тиек еткен тұңғыш президентіміз, елбасымыздың рөлі өте жоғары екенін айтқым келеді. Шын мәнінде де барлығы салыстырмалы түрде басқа мемлекеттерге барғанда, басқа елдерге барғанда қаншалықты біз керемет мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға куә боламыз. Және де елбасымыз осы мемлекетке тапсырма беріп, осындай зияткер ұрпақты дамыту мақсатында өздеріңіз білім алып жатқан мектеп сияқты мектептерді көбейту, ауылдық жерде осындай мектептерді салуды, қолға алуды тапсырма берген болатын. Сондықтан бүгін тағы да куә болып тұрмын, осындай біздің білімді ұрпақтар, зияткер ұрпақ барда біздің келешегіміздің кемел екеніне. Қарапайым ғане өзім жайлы айтып өткім келеді. Мен қарапайым ғане қойшының қызымын, шалғай ауылдың қызымын, бірақ білім арқасында, талпыныстың арқасында осы күнгі жетістіктерге жеткенімді айтқым келеді. Сондықтан сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін. Әрқашанда білім алуға ұмтылу керек, білім алуға ешқашан кеш еместігін айтқым келеді. Себебі осыдан 2 жыл бұрын ғана мен Мәскеу қаласындағы үлкен бір оқу орнында өзімнің білімімді шыңдап қайттым, қайта оқып қайттым. Сондықтан сіздердің болашақтарыңыз алда, сондықтан білім алудан ешқашан жалықпауларыңызды сұраймын. Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда сіздердің де қосатын үлестеріңіз үлкен екенін айтқым келеді. Қазіргі таңда ең бірінші сапалы білім. Мемлекетке жаңа әр топқа бөлініп жұмыс жасап жатырсыздар. Әрқайсыңыздың өздеріңіздің қосатын үлестеріңізді айтып жатырсыздар. Мен сіздер осы егемен еліміздің болашағына елеулі үлес қосатындарыңызға, тұғырлы еліміздің тұрақты жоғарыда болуына үлес қосатындарыңызға сенімдімін. Тағы да бір қайталап айтқым келетіні, Абай атамыз айтқан, бала берме, сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Сондықтан осындай саналы ұрпақ сіздер келешекте біздің егеменді еліміздің ар қарайғы мерейтойын тойлайтын, оны жоғары деңгейде мемлекет жасайтын ол сіздер. Сондықтан сіздерге толағай табыстар тілегім келеді. Ұстаздарыңызға, жалпы мектеп ұжымына үлкен алғысымды айтқым келеді. Осындай тақырыптық сағаттар көбірек болса екен, осындай зиялы ұрпақты көбірек адамдар көрсе екен дегім келеді. Рахмет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың белгілеген Қазақстан 2050 мәңгілік ел,
мұратына жету аманаты сендерге тапсырылады. Олай болса, құрметті оқушылар, сабағымыздың аяғында Ескендір ағамыздың сүйікті әні, еліміздің, отанымыздың сүйікті әні Атамекен әнін орындайық. Құрметті оқушылар, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған мерекелі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет.